Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ халқының қазақ ғұрыптарының бірі топырақ салу туралы айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп қолдай отырыңыздар, себебі әр қазағым білуі тиіс пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Топырақ салу. Қайтыс болған адамды жерлеу кезінде топырақ салу мән мағынасы зор ғұрып. Егер жақын адамдары қайтыс болғанда топырақ сала алмаса, ол үлкен арманда қалдым деп өкінетін болған. Дер кезінде келіп марқұмға топырақ салуы салушы адамның көңілінің жақындығын, әруаққа ризалығын, қоштасуының белгісі деп бағаланады. Үлкен кісілер бала-шағаларынан, жақындарынан, туған жерімнен топырақ бұйырсын деп тілек тілеп отырады. Топырақ салушылар марқұмға топырағың торқа болсын дейді. Хадис кітаптарында мынадай риуаяттар кездеседі. Сахаба Әбу Хурайрадан жеткен хадисте Алланың елшісі жаназа намазын оқығаннан кейін қабірге келіп, қабірдің бас жағына 3 рет 3 уыс топырақ лақтырды делінген. Сондай-ақ сахаба Амир ибн Рабия риуаят еткен хадисте де пайғамбар Усман ибн Мазюнның жаназасын 4 тәкбір келтіріп оқыды. Қабірге келгенде қабірдің бас жағына тұрып 3 уыс топырақ лақтырды делінген. Осыған орай, кейбір кітаптарда мәйіт қабірге қойылысымен қабірді көмбей тұрып, жерлеуге келген әрбір мұсылманның қабірге 3 уыстан топырақ тастаулары сүннет деп есептеген немесе мұстахаб. Ендеше біздің елдегі жерлеу рәсімінде қалыптасқан топырақ салу әдеті де түптеп келгенде аталмыш хадистерден бастау алады деуге негіз бар.